Бұл паразит сіздің миыңызға әсер етіп қана қоймай, сырт келбетіңізді де тартымды етуі мүмкін. Осындай паразиттердің бірі токсоплазма гонди. Ол адамға көбіне шала піскен ластанған еттен, мысалы шошқа немесе қой еті, немесе мысық нәжісімен жанасу арқылы жұғады. Кей жағдайларда жыныстық қатынас арқылы берілуі мүмкін деген зерттеулер де бар, бірақ бұл толық дәлелденбеген. Бұл қызық оқиға 2011 жылы басталды. Ғалымдар токсоплазмоз жұқтырған еркек егеу құйрықтардың көбірек көбейетінін және ұрғашы егеу құйрықтарға тартымдырақ көрінетінін байқады. Содан кейін зерттеушілер, мұндай әсер адамдарда да болуы мүмкін бе деген сұрақ қойды. Кейін зерттеулерде токсоплазмоз жұқтырған адамдардың бет әлпеті симметриялырақ болатыны анықталды. Әйелдерде дене салмағы индексі төменірек болып, өздерін тартымдырақ сезінген. Ал токсоплазмозы бар ерлер мен әйелдерді басқа адамдар сырттай дені сау әрі тартымдырақ деп бағалаған. Бұл паразиттің таралуы үшін әдейі жасайтын стратегиясы ма, әлде инфекцияның жай ғана жанама әсері ме? Бұны ғалымдар әлі нақты білмейді. Қызығы, көптеген адамдарда токсоплазмоз ешқандай белгісіз өтуі мүмкін.